Бисмилля сөз бастаймын, я рахман. Нұр болып ай менен күн толықсыған. Айтайын бір қиссаға артық сөзден. Тыңдаңыз, құлақ салып, ей мұсылман. Дәретті сол қолыңмен ал. Қиямет қайым орнап, мақшар майданы кезінде Тәңір Тағала әулие ғұламаларға бүй екен. Мұхаммедтің тозақта жатқан үмбеттерін құтқарыңдар деп әмір етеді. Әулилер сәлдесін тозаққа тастайды да, әй Мұхаммедтің қарабет үмбеттері, мынаған жабсыңдар. Тәңір Тағала сендерді құтқаруға ұлықсат етті дейді екен. Сол кезде азапта жатқан жандар жапа тармағай жабыса бастайды. Оң қолымен дәрет алып, лас жүргендер сәлдені былғайды екен. Сонда құтқарушылар, тайт әрі, қолың лас, сәлдені былғайсың деп қағып тастайды екен. Осыған орай мұсылмандар тақуалыққа, тазалыққа қатты мән берген. Сол қолмен тамақ ішуге, оң қолмен дәрет алуға тыйым салыпты.